Мына клапанный сальник ал десең, сосын звондайды ана немелерге барған кезде ше, сайман сатқыштарға барған кезінде. Сонымен, братан, маслак деген не, маслаки деген не, түсінбей отырмын. Мен клапан бәрі клапанный сальник. Сөйтіп түсіндірем да, енді біздің қазақ бар болады, сосын звондайды. Маслаки деген не, маслоотражатель деген не деп. В общем, бәрі бір ғой қызметі. Міне. Мына жерде бір қызық айтып кетейін деп тұрмын. Енді көбісі мән береді, бермейтіндері бар. Енді біз енді тәжірибе бойынша бәленбай жылдан бері жиналған тәжірибемен бөлісе кетейін. Мынау жаңасы, мына жерде Виктор Рейнс деп тұр. Мынада көрінбейді. Мынаның фамилиясы, аты, жөні жоқ екен. Мынаның ескісін тұрғаншы. Мына жерде көріп тұрған жоқ, мына жерде. Русыз ғой, короче. Міне мынада бар екен. Виктор Рейнс деп тұр мынадайшы. Міне Виктор Рейнс деп тұр, міне. Оның руы бар екен. Жалпы енді осы клапанный сальник жайлы айтып кетейін. Негізінде көбісі білетін, білмейтін білмеймін. Мен өзім білетін бойынша түсіндіре кетейін. Негізінде ауа соратын клапандар май жейді. Түтіннің клапандары майды жемейді. Соны запомнить етіп алыңдар, естеріңізге сақтап алыңдар, жақсылап тұрып. Мына соратын поршын төмен түскен кезінде, мына клапанның түбінен поршын направляющий втулка тұрады. Соның түбінен поршын төмен түсіп бара жатқан кезінде сорып кетеді. Мына клапанный сальник, мынау көрдіңдер, мына тар ғой, мына тесігі. Неғұрлым тар болған сайын жақсы, түсіндіңдер ғой. Тесіктің тар болғаны жақсы, чем мынандай кең болып кеткеннен көрші. Түсіндір ғой, еркектер түсінді ғой. Мына көрдіңдер, мына ай дала, кең дала болып жатыр ғой. Мына тесігі тар. Неғұрлым тесігі тар болған дұрыс болады. Қараңдар. Мына клапанды көтеріп тұр. Кейде бұл мына жер ағаш болып қалады. Соң ұстамайды, мына клапан түсіп кетеді. Мына бір 50% істеп тұр ғой жұмыс. Енді қараңдар. Ауа соратындікі поршын төмен түскен кезде майды түбінен сорып кетеді. Түтіндікі еш уақытта майды жемейді ол. Клапанный сальник ше. Ол поршын жоғары көтеріліп келе жатқан кезде мынаның түбінен, направляющий түбінен выхлоп глушительге жібереді түтінді. Егер де мына направляющий втулкаң желініп кеткен болса, сосын мына жаңағыдай клапанный сальник желініп кеткен болса, осының ішіне газ кіреді, газ. Сафонный газ жиналады ғой. Сафонный газ жиналады да, сосын микрокапля майды сыртқа алып шығып кетеді мотордан, сыртқа қарашы, жаңағыдай заслонкаға алып кетеді. Болмаса жаңағы шлангын кейбіреулер баяғыда Жигули айдағанда жерге тастаушы едік қой. Міне сол кезде ғана май расход болады. Жаңағыдай сафонный газ бен микрокапля майды сыртқа алып кеткен кезінде расход болады. Түтіннің клапаны еш уақытта майды жемейді. Ол тек қана поршын жоғары көтеріліп кеткен кезде үрлейді да. Мына клапанның түбіне үрлейді. Ауа соратын газ кіргізетін, жаңағыдай бензинмен ауа араласқаннан кейін газ болады да. Сол кезде ол сорат, поршын төмен түсіп барады, сол кезде ғана майды жейді. Міне клапанның екі түрлі жұмыс істейді да. Ауа соратындікі майды жейді, түтіндікі үрлейді да, мотор ішіне газ жиналады, газ жиналған кезде сыртқа алып кетеді майды. Міне осы екі түрлі расход жасайды майды.